Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ибуфен жайлы, оны балаға қашан беру керек, қандай дозада беру керек жайында ақпарат бермекшімін. Жалпы ибуфен балаларға өте көп тағайындалатын препарат. Негізгі әсер етуші зат ибупрофен. Ол ыстық түсіретін, ауруды басатын және қабынуға қарсы әсер ететін препарат. Яғни симптоматикалық ем үшін қолданылады. Ибуфенді берген соң 30 минуттан соң ол қанға сіңіп, адамға әсер ете бастайды. Яғни ибуфенді кез келген инфекцияның салдарынан болған температура көтерілгенде пайдалануға болады және балаларға екпе салғаннан кейін беруге болады. Бірақ бұны желшешек, яғни ветрянка кезде қолдануға болмайды. Ол кезде парацетамолды қолданамыз. Екінші, ауруды басатын әсер көрсетеді. Яғни құлақ ауырған кезде, тіс ауырған кезде, тіс жарып шығып келе жатқан және невралгия кезінде де қолдануға болады. Ибуфен негізінен свеча күйінде және суспензия түрінде шығарылады. Свеча түрі 60 мг, яғни бір свечада 60 мг ибупрофен бар. 2 жасқа дейін және де 125 мг түрде шығарылады. Яғни оны 2 жастан жоғары балалары қолдануға болады. Свечаның бірі кемшілігі баланың салмағына өлшей алмаймыз, сол кемшілігі болып табылады. Ал суспензия түрі балаға беруге өте ыңғайлы, яғни салмағына қарай өлшеп береміз. Ибуфенді берген кезде міндетті түрде баланың салмағына қарай өлшеу қажет. Егер көп беретін болсаңыз, жанама әсер туғызуы мүмкін, ал аз беретін болсаңыз, онда әсер етпеуі мүмкін, яғни температураны түсіріп, ауруды баспауы әбден мүмкін. Ибуфеннің 100 мг және 200 мг дозалары бар. Мына жерде 10 кг балаға мысал келтіріп өтейін. Ибуфен 10 мг на килограммға есептеледі. Яғни 5 мл дәріде 100 мг ибупрофен бар. Мысалы, баланың салмағы 12 кг деп алайық. Біріншіден 10 миллиграммды көбейтеміз 12 килограммға, сонда 120 шығады. Екінші пропорция құрамыз. 5 мл затта 100 мг ибупрофен бар, яғни 120 миллиграммды X деп аламыз. 120-ны 5-ке көбейтіп 100-ге бөлеміз, сол кезде 6 шығады. Яғни 12 килограммдық балаға 6 мл ибупрофен беруіміз қажет. Енді 200 миллиграммдық түріне мысал келтірейін. 5 мл дәріде 200 мг ибупрофен бар. Баланың салмағы 12 кг деп аламыз. Бірінші 10-ды 12-ке көбейтеміз, 120 мг. Екінші пропорция құрамыз. 5 мл-де 200 мг дәрілік зат бар. Яғни біз 120 мг-ды балаға қанша миллилитр беруіміз қажет? 120-ны 5-ке көбейтіп 200-ге бөлеміз, сонда 12 кг балаға 3 мл ибуфенді беруіміз қажет. Яғни бұл 200 мг дозасы. Ибуфенді үлкендерге де беруге болады. Яғни ол ибупрофен деп шығарылады. Оның 200 мг және 400 мг түрлері бар. Яғни ауруды басатын, температураны түсіретін және қабынуға қарсы әсер көрсетеді. Ал жүкті әйелдерге ибупрофенді мейлінше қолданбаған абзал, әсіресе 3-ші триместрда. Ал емізетін әйелдерге ибупрофенді іше беруге болады. Бала үшін өте қауіпсіз дәрі болып табылады. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.